Бисмилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Имам Абу Ханифаның 6-шы өсиетін оқуды бастаймыз. Жалпы имам Абу Ханифа рахимаулла 6-шы өсиетінде адамзаттың, жалпы адамның іс-әрекетінің жаратылуы турасында мәселені қозғаған. Не үшін бұл мәселені қозғаған? Жалпы адамның таңдау еркі, адамның іс-әрекетінің жаратылуы, жаратылмауы деген мәселе. Жалпы европалықтар бұл мәселені 19-шы, 18-шы ғасырда талқылаған болса, үлкен философтар, ислам үмметі бұны Абу Ханифаның кезінде талқылап тастаған, яғни милади жыл санау бойынша 7-ші, 8-ші ғасырларда, 9-ші ғасырларда исламның тарихта аты алтын әріппен жазылған үлкен ғалымдарының барлығы осы мәселелерді қозғаған. Жалпы ислам әлемінде Муътазила деген сынды топтар болған, сол секталар, сол діни ағымдар адамның іс-әрекетінің жаратылмағандығы, яғни адам өз іс-әрекетін өзі жарататындығын айтады. Осы тұста имам Абу Ханифа рахимаулла әхлі сүнна уәл жамааның адамның іс-әрекетіне қатысты ұстанымы қандай болу керектігін өзінің өсиетінде 2 сөйлеммен баяндаған. Ол кісі былай дейді: "Нуқиру би аннал абда ма а'малихи ва иқрарихи ва ма'рифатихи махлуқун." Жалпы біз адамның амалдарымен бірге, адам өзінің амалдарымен бірге, өзінің иқрары, яғни бір нәрсені мойындауы, бір нәрсені таңдауы, бір нәрсені былайша айтқан кезде тақрир етуі, яғни құптауы, ва ма'рифати, және өзінің танымы, білімімен бірге махлуқун, жаратылғандығына сенеміз. Адам тұла бойы денесі, материалды денесі жаратылған секілді, оның ойы, оның іс-әрекеті, оның сөздері, танымы барлығы материалды тәні жаратылғандай, оның да жаны жаратылғандығын айтады. Адамның ойы, мағрифасы барлығы жаратылған. Не үшін? فَلَمَّا كَانَ الْفَاعِلُ مَخْلُوقًا فَأَفْعَلُهُ أَوْلَى أَنْ تَكُونَ مَخْلُوقًا. Өйткені егер бір іс-әрекетті орындаушы ол жаратылған болса, онда сол іс-әрекетті орындаушының әрекеттері жаратылған болуы, махлуқ болуы, ол одан да абзалырақ дейді. Яғни осындай бір логикалық дәлел келтіреді. Осы сөз арқылы имам Абу Ханифа адам өзі жаратылғандай, оның іс-әрекеті де Алла тарапынан жаратылғандығын айтады. Уахри дауана алхамдулиллахи раббил аламин.